Бұрынғы әділет министрі Марат Бекетаев ұсталды. Әзірге 2 айға қамауға алыныпты. Бұған дейін Антикор бір лауазымды тұлға ұсталды деп хабарлағанымен, оның кім екенін жасырған. Ақыры міне журналистер оның 46 жастағы Марат Бекетаев екенін анықтады. Заң органында өтірік деген жоқ. Орда KZ басылымының жазуынша Бекетаев Стамбул арқылы Лондонға қашып кетпек болған жерінде әуежайда ұсталыпты. Енді міне оның ақша жымқыру схемасы сыбайластары жібінің шетін сөгіп жатқандай. Оны ендігі Еуропада бас сауғалап жүрген Бауыржан Байбек пен қаңтар үшін түрмеде отырған Кәрім Мәсімовпен қандай байланысы бар? Жалпы Бекетаев Марат деген кім өзі? Қарапайым заңгер кеңсесіне Ақордаға дейін аяғы жеткен пысықай жігіт жайлы осы шығарылымда айтып береміз. Құрметті көрермен, өткен шығарылымдағы белсенділіктеріңіз бізге одан сайын шабыт сыйлады. Сіздерден қолдау, бізден бүкпесіз шындық болсын. Ендеше біз бастаймыз. Заң жобасын әзірлеу және парламентке енгізу. Екінші, Қазақстан Республикасы президентінің. Сонымен 2016 жылдан бастап 2022 жылдың қаңтар оқиғасына дейін Әділет министрлігінің тізгіні мына жігіттің қолында болды. Бекетаев Марат Бақытжанұлы. Бұған дейін Кәрім Мәсімов ісінде сотқа куәгердің бірі ретінде қатысты. Бірақ енді міне өзі де басты күдіктіге айналып отыр. 21 қазанда таңғы рейспен Лондонға кеткелі тұрған жерінде құрықталды. Бөтеннің курткасын киген мына фотосы соған дәлел. Марат Бекетаев деген кім? Шымкенттің тумасы. Болашақ бағдарламасымен Лондон оқып, дипломат алып қайтқан. 2007-2013 жылдары Әділет министрінің кеңесшісі, кейін вице-министрі болды. Жауапты хатшысы да міндетін атқарған. Кейін Ақорда әкімшілігіне дейін қызметке жетті. Ал 2016 жылдан бастап 6 жыл тапжылмай Әділет министрінің креслосында отырды. Тек қаңтардағы дүрбелеңнен кейін үкіметтегі үлкен тазалықтан соң ол орнынан кетті. Кету себебі енді белгілі болып отыр. Бірақ бізде билікке жақындаса болды, қазынаға қол салғысы келіп тұратын шенділердің жаман әдеті бар емес пе? Бекетаевта саусиердің боғы емес болып шықты. Бұған министрдің орынбасары болған тұсында ішіп алып көлікке отырып, ұсталғаны ел есінде. Сөйтіп қызметінен кеткен. Артынша оны ұстаған полицейлердің өздері қызметінен кеткені бар. Кей деректерге қарағанда оған Самат Әбіш көмектесіп жүріпті. Екеуі жан достар болған деседі. Біздің билікте мұндай достықтың болатынына таңсық емес. Құрметті көрермен, бұған дейін Самат Әбіш Назарбаевтың жиені туралы оның қандай былықтарға қатысы бар жайында айтқанбыз. Сілтемеге өтіп көріңіздер. Ал қаңтар оқиғасынан кейін Марат Бекетаев пен Самат Әбіш те қызметтерінен кеткен болатын. Әрине бұл мүлдем сәйкестік емес. Бекетаев ұзақ уақыт жұмыссыз жүрген жоқ. Бірден премьердің кеңесшісі қызметіне тағайындалады. Бірақ 2023 жылдың басында сол қызметтен босатылып, шетелге кеткен деген инсайттық ақпар бар. Онда заңсыз шығарылған активтерді қайтару бойынша консалтингтік қызмет көрсететін компания ашпақ болыпты. Оған дейін Бекетаев шетелдегі заңгер қызметтерін Болашақ консалтинг групп компаниясы арқылы жүргізіп келіпті. Ашық дереккөздердің мәліметінше, ол Жанар Рахметоваға тиесілі компания. Ол тағы кім дейсіз ғой? Жанар Рахметова Бауыржан Байбектің әйелі. Бауыржан Байбек пен Бекетаев кезінде Болашақпен бірге оқыған курстастар. Міне тамыр қайда жатыр дейсің? Экс-министрдің шикілігі көп пе? Әйтеуір Марат Бекетаевқа қатысты қазір тың деректер лек-легімен шығып жатыр. Мәселен, шетелдегі пайдаланған заңгерлік қызмет ақысын БТА банкі арқылы төлеп отырған ашылды. Ол кезде аталған банк Кеңес Рақышевтікі. Бекетаев бірнеше сенімді адамын сол банкке орналастырып, астыртын ақша аударым махинациясын бастаған деседі. Тіпті банктың активі болған бірнеше мұнай орындарында сатып жіберді деген ақпар бар. Бірақ Марат Бекетаев заңды жақсы біледі. Осыған дейін талай мәрте сызылып, талай өзгертілген ата заңды бес саусағындай жаттағанда шығар. Тағы бір қызық айтайын. 2010 жылы Стати деген бизнесменді елден қуылып, оның бүкіл осындағы мүлкі Тимур Құлыбаевтың меншігіне өтеді. Әрине, молдавалық кәсіпкер Анатол Стати Қазақстан үкіметін арбитраждық сотқа береді. Сот шетелдегі юрисдикциясында Статимен соттасу үшін Марат Бекетаев фирма құрып, бюджеттен $100 миллион бөлуін сұраған. Бірақ сот процесі ұзаққа созылып, ақыры Стати ұлттық қорға тиесілі $22 миллиард бұғаттауға мүмкіндік алды. Стати ісі бойынша сот 2011 жылдан бері жүріп келеді. Қазақшаға шорқақ. Марат Бекетаев алғаш министр постына отырған сәттен журналистердің сынына қалып жүрген. Жемқорлықпен бір ұсталсаң жауаптан құтылуың қиын. Мақшарда сұралатының секілді ол жерде де біраз былықтар ашылады. Әліптің артын бағайық. Ескі жүйенің шенділері басына күн түскенде жақындарында сатып жіберетіні анық қой.
Бұл істе Марат Бекетаев жақсы кейс болып тұр. Талай шенділердің артын жауып, заң тұрғысынан тұп-тұйнақтай етіп жүрген әділет экс-министрінің қыспақ қалса, тағы да бір шама басшының қамалатыны анық. Осы ақпараттардың барлығын біз ойдан алып отырған жоқпыз. Түрлі ақпараттық көздеріндегі телеграм арналардан жинадық. Бұл жайттармен тергеушілер, прокурорлар, антикордың да хабардар екені айдан анық қой. Арнаға жазыл, біздің әлде айтарымыз бар.